Сәлем, өткен аптаның басты жаңалықтарына шолу жасап шығайық. Бұл Ақылтай арнасы. Елдегі және әлемдегі жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, арнаға жазылып қойыңыз. Мұнда мен сіздермен бірге ең өзекті әрі ең қызық деген жаңалықтарды талқылап, жеке пікірімді айтамын. Сонымен бастайық. Бұл аптада екі ғана жұмыс күні болды, бірақ қызық жаңалыққа толды. Мысалы, жұрт Қайрат Нұртастың тойда жүріп ұсталған видеосын талқылап, бірі оны жақтаса, бірі оны сынап, әйтеуір қызу талқыға түсті. Сөйтсе 25 наурызда Алматыда мереке күндері жұмысын тоқтатпаған тағы бір мейрамхана анықталған екен. Іштегілер ғимарат терезелерін қараңғылап тастаған. Оларды ұстап бергені сыртқа қойылған шамадан тыс көліктер болған екен. Сосын полицейлер ғимарат жарығын сөндіріп тастап, далада 3 сағат бойы күтіпті. 6 ай бойы алынбаған қамалдай күтпеген жерден іштегі қонақтардың бірі есікті ашып береді. Барлық келуші әр бұрыш-бұрышқа жасырынған. Осы жерде Қайрат Нұртас шыға келген. Оның бетін күзетшілері ме, әлде ұйымдастырушылар ма, әйтеуір көлегейлеп жауып баққан. Артынша Қайрат Нұртас бір ағамыздың туған күніне барып қойып, көп көрдіңдер дегендей құдайын еске алып, видео жариялапты. Кеше бір ағаларымыздың туған күніне барып ек, сол дәл мені ұстағысы келді ма, білмеймін әйтеуір. Маған қарап қалды ма? Бірақ Алланың көзі тура болсын, Құдай бар ғой. Дәл мені ұстағысы келген деген ойын айтам. Заң бұзсаң, әрине, дәл сені ұстайды. Дәл сені ұстамау үшін сен заң бұзбасаң болды емес пе? Жоқ, болмапты. Сөйтсе, әлгі телеарна тілшілеріне ренжіп қалған әнші сол арна түсірген видеоны авторлық құқығым бұзылды деп страйк лақтырып, бұғаттап тастаған екен. Әншілер жұрттан өзін биік қоятынын осыдан-ақ аңғаруға болады. Мысалы, біреу заң бұзса, ол міндетті түрде кешірім сұраған видео жарияланады. Әдетке айналғанын өзіңізде байқаған шығарсыз. Ал Қайрат Нұртас кешірім сұрамақ түгілі кекесінін айтып қарсы шығып отыр. Ұмытпасам, Қайрат Нұртас Нұр Отан партиясының мүшесі. Қойшы әйтеуір, 87 мың теңге айыппұл салыныпты, ал ұйымдастырушыларға 500 миллионнан асатын айыппұл салынған. Бірақ мәселе басқада болып тұрған сияқты. Қайратты жақтап, қолдап Төреғали, Төре әлі шыққан екен. Соңғы 2-3 күнде Қайрат Нұртас той үстінде ұсталды деп, тура қылмыс үстінде қандықол қарақшы ұсталғандай ұрандатып жүргендері бар дейді. Ұрандатса танымал адам болған үшін талқылайды да енді. Ал өзіміз білетіндей көз болған соң көреді, тіл болған соң сөйлейді. Тағы да шын өнер адамы шақырса, қандай ортаға болса да барып өнер көрсетуді парыз санайды дейді. Сонда карантин талабын сақтап, тыныш отырған өнерпаздар шын өнер иесі емес қой сонда. Жалпы ереже бұзушылықты көңіл жақпастықпен қалай ақтап ала салатынымыз түсініксіз. Сосын Төреш не дейді? Роза апаларымыз оқ жауып тұрған соғыста танктың үстінде ән айтқан дейді ғой. Әй, Роза апаларымыз қарсы келген жауға аттанған сарбаздарды жігерлендірді емес пе? Біздің қазіргі жау коронавирус. Вирусқа қарсы күресіп жатқан дәрігерлерді жігерлендірсе, онда Роза Бағланованың ерлігімен салыстыруға әбден болар еді. Бірақ заказға шыққан әншіні мұндай тарихи адамдармен салыстыру келіңкіремейді-ау. Шыны керек қой. Тану құрбаны! Туберкулез жайлаған түрмеден бастап, жемқорлық жайлаған мінбеге дейін құрметтеп шақырса, барасың дейді Төреш. Тоқта, жемқорлық жайлаған мінбеге шақырса, бармай-ақ қойсаң қайтеді? Сені біреу міндеттеп тұрған жоқ қой. Оның жанында басшылықтан бастап бүкіл жүйе дұрыс күреспей отырған ковидтен Қайрат қана сақтануға міндетті емес шығар дейді. Түсінем, адам болған соң дәрігердің арасында да, билікте де айтқан сөзімен ісі жараспайтын шала-пұла адамдар бар. Енді солар ереже бұзды екен деп, Қайратта бұзса несі бар екен деген ой ғой әлгі жерде. Меніңше әншілер халықтан биік демес, төмен демес. Мына заң алдында әсіресе. Сондықтан кім қалай ақтаса да Қайрат қылмыскер емес, басқандай қарақшы да емес өзің айтпақшы, жай ғана әкімшілік құқық бұзушылық жасады. Енді атақты адам болған соң, осындай қызу талқы болмайды емес, болады ғой. Бірақ заң бұзушылықты ақтап алу дегенді енді миыма кірмейді екен. Осы аптада тағы бір талқыланған және дәл осы Қайраттың мәселесінен де маңыздылау бір тақырып Шымкенттегі Наурызға жұмсалған қаражат болды.
мемлекеттік сатып алу сайтында жарияланған ақпаратқа сенсек, наурызға бұл қалада 572 миллион теңге қарастырылған. Журналистер мен блогерлер қойған сұрақ мынау. Бірінші, неге 40 миллион теңгенің айтысын жиһаз жасаумен айналысатын компания айналысады? Оған былтырғы желтоқсанда Шымкент қалалық мәдениет үйінің директоры болып тағайындалған әнші Сакен Майғазиев жауап берді. Оның айтуынша, бұл компанияның айтыс ұйымдастыруға да лицензиясы бар. Жарайды, екіншісіне өтейік. Екінші сұрақ, 572 миллион теңге наурызды тойлауға ғана жұмсалатын қаражат па? Сакен Майғазиев те, Шымкент әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан да жоқ деп жауап берді. Бұл олардың мәліметінше 1 жыл бойындағы шараларға жұмсалатын қаражат. Бірақ желіде мынадай видео тараған. Бұл Ханзада Есенова, Шымкент қаласы мәдениет басқармасының басшысы. Бұл кісі видеода 572 миллион теңге 1 жыл бойындағы шаралардың шығыны емес екенін айтады. Наурызға жұмсалатын қаражат деп отыр. Наурызға қанша қалды? Наурызға қандай мереке? Біз бұл қалған шаралардың бәрі практически наурыз мерекесіне, наурыз Шымқала қайрым Шымкент қайырымды қала, наурыз айтыс, ән мен әнші қазақ радиосының құралғанын 100 жыл, Open Air Gallery, айқап журналына және де дәстүрлі ән мен жырлар бала дауысы болды. Наурыз айтысына қанша миллион? 40. Түсінбедім. Не кіреді 40 миллионға? 2 күн өтеді, 8 жұп қатысады, 16 адам жан-жақты республикалық деңгейде. Білмейміз ғой енді, кейін өзгерді ме, әлде мұнда екі шенеунік екі түрлі мәлімет айтты ма, түсініксіз. Үшінші сұрақ өтейік. Наурыздағы шараларға басқа қалалардан қонақтар келген. Әкім орынбасары Шыңғыс Мұқанның айтуынша, Шымкенттегі наурыз мерекесіне шамамен 30-50 мың адам келген. Бұл қонақ үйлерді есептеген ғана жағдай. Оған қоса ағайын тумасына қонып, пәтер жалдағандар бар. Түсінем, Шымкентте ары кеткенде дәл қазір әр тәулік сайын 30 адам ауру жұқтырып жатыр. Және жасыл аймақта бұл қала. Бірақ сол келген шамамен 30-50 мың адам қайдан келді? Ауру өршіп тұрған Алматыдан, Елордадан барса, ауру жұқтыру қаупі артпай ма екен? Төртінші сұрақ өтейік. Мұзарт тобының 20 жылдық мерейтой концертіне 30 миллион теңге жұмсалды деген ақпарат тарады. Рас өтірігін білмедік, бірақ журналистер мемлекеттік сатып алу сайтында бұл лот тұрды дейді. Бірақ кейін алып тасталған делінеді. Егер шынымен Мұзарт концерті мемлекеттік бюджет есебінен ұйымдастырылса, бұл мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер деген 6-шы бапқа томпақ келеді. Заңға қарайық. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер. Әлеуетті өнім беруші, егер осы әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының немесе және осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы немесе жекжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса, не өткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушінің немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі болып табылса рұқсат етілмейді. Бұдан біз не түсінеміз? Яғни Сакен Майғазиев басқаратын мекеме Сакен Майғазиев ән айтатын топтың концертіне ақша жұмсай алмайды деген сөз. Бұл бір. Екіншіден, әдетте мемсатып алу сайтынан лотты шара өтер мерзімінен бұрын алып тастауға болады. Ал концерт өткеннен кейін алып тастауды өз басым түсінбедім. Бұған да жауап беретін шығар деген үмітіміз бар. Бесінші сұраққа келейік. Мені бір таңғалдырғаны, осы мәселеге назар аударып, сұрақ қойғандардың ісін жымысқы мақсат, тасадан тас ату, босқа шапты, ақпараттық лас технологиялар деп атады. Сұрақ қою журналистің тікелей қызметі екенін естен шығарып алған сияқтымыз ғой, мырзалар. Журналистерге өшігуге не себеп екенін мен де түсінбеймін. Осы 5 сұраққа жауап берсе дейміз. Не дегенмен халық мемлекеттік бюджет қайда жұмсалғанын білуі тиіс емес пе? Сонымен бұл аптада көп талқыланған және көптің көкейінде жүрген сұрақтар көтерілген апта болды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Арнаға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыз.